біз үйленіп жатқанда да бірден айтамыз, ер азаматқа, мынау алып жатқан келіншегіңнің киімін, дәрі-дәрмегін, шай тамағын, бұдан Құдай қаласа Алла перзент берсе, сол перзенттеріңнің киім кешек, дәрі-дәрмегін, барлық жерін қамтамасыз ету сенің мойныңда деп айтамыз. Бірақ сол нәрсені көп адамдар бір өзгеше түсінетін сияқты. Бірінші адамдар асырып жібереді. Менің мойнымда дейді де, бүкіл барлық нәрсені тек жұмысқа ер азамат түзге арнайды да, үйіне мүлде қарамайды. Үйіндегі шаруаға. Шаруа дегенде ол бір заттың қисайып тұрғаны, білініп тұрғаны емес бірінші орында. Бірінші орында сол үйдегі адамдардың жүріс тұрысы, тәрбиесі, қайда баратыр, кім немен араласып жатыр деген сияқты әрбір жанұяның мүшесіне басшы ретінде болашаққа бағдар беріп, әрқайсысына бір ақыл айтып, жол көрсетпейді. Бәлки көп адамдар тек қана сыртта боламын деп үйге ақшаны алып келеді, тастайды да үйде шаруасы жоқ, келіп ұйықтайды. Немесе кейбір азаматтарымыз тек арақ шарапқа ғана беріліп кетеді, жұмысты қояды, тек жұмыстан ақшасын алып келеді. Енді қараңыз, кейбір бауырларымыз басқаша қылады. Былай айтқанда өзінің алып келген осы ақшасын енді осы тапқанының үстіне, ол өзінің міндеті ғой, бірақ ол міндетін қоя қоймай, оның үстінен не дейді? Жұртқа міндет қылады. Қолындағы әйеліне, бала шағасына, мен сендерге тауып жатырмын, мен сендерді үйтіп жатырмын, бүйтіп жатырмын. Білесіз ба, ол міндет қылуға қақысы жоқ. Өйткені оттың қақысы жану, судың қақысы ағу деген сияқты әкенің ақысы сол үйдің ыстық суығын қамтамасыз етіп беру. Ол қарапайым нәрсе, оны мақтанатын нәрсе емес. Оны бір сөз қылатын, бір үйіндегілердің бәрін көзін шұқып жекелеп айтып шығатын нәрсе емес. Қадырын білсе жақсы, қадырын білмейтін болса, ол өзінің дұрыс емес жол көрсеткенінен.